Өзбек асханасын бағалаушылар үшін жағымды жаңалық. Ақтау қаласында жаңа Ташкент мейрамханасы қала тұрғындары мен қонақтарына есігін айқара ашты. Дәмхана мәзіріне өзбек асханасының ең дәмді, тілі үйрер тамақтары қосылған. Мейрамханада өзбек асханасынан басқа Қытай тағамдарының да дәмін татуға болады. Айта кетейік, күріш пен дәмдеуіштер Өзбекстаннан тікелей әкелінеді. Оларды дайындау мақсатында 100 жылдық сыннан өткен рецепттер мен технологиялар қолданылады. Өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі палау. Палау дайындаудың шеберлеріне айналған өзбек халқында оның ферғаналық, самарқандтық, хорезмдік, бұқаралық сынды түрлері жақсы тараған. Ташкент мейрамханасының иесі Баходирде шығыс тағамдарының сан түрін үйренген. 15 жылдық тәжірибесі бар аспаз бүгінде шәкірт тәрбиелеп жүр. Мейрамхана ашудағы басты мақсат өзбек тағамдарының дәмін сақтауға үлес қосу дейді жас кәсіпкер. Я с города сам я родился в Узбекистане. Мен өзім Өзбекстанда дүниеге келдім. Біз отбасымызбен Ақтау қаласынан Ташкент деген мейрамхана ашамыз деп шештік. Біздің мейрамханамыз басқа тамақтану орындарынан әр тамақтың құрамына аса мән беретінімізбен ерекшеленеді. Барлық өнімдерді алдын ала тексерістен өткізіп, сосын барып қонақтарымызға ұсынамыз. Болашақта біз мейрамханамызды үлкейтіп, қаладан басқа нүктелерімізді ашуды жоспарлап отырмыз. Ташкент мейрамханасы әкімшілігі әр келуші өзін қадірлі қонақ ретінде сезіну үшін ең дәстүрлі шығыстық жайдарлық пен дарқандықты көрсетуге тырысқан. Мейрамхана толықтай шығыс мәдениетінің үлгісімен әсемделген. Сондай-ақ тұтынушылар үшін үйге дейін жеткізу қызметі де бар. Көп көлемде тапсырыс беретін болса, қала сыртына да жеткізу қарастырылған. Дәметкен Саматқызы, Олжасбек Маденов, Ақтау Ньюс.